Маржан, менің кейіпкерім, жасы 25-те. Өзі сырт келбеті, сыртқа адам жақсы болып көрінгісі келгенмен, іштей кішкене көре алмаушылық, сезімге толы бір қыз. Көршінің жігітіне тұрмысқа шыққысы келеді, себебі көптің ойлауы бойынша отырып қалған қыздың бірі. Ең басты арманым аңсаған әйел болу емес, сізге келін болу еді. Сондықтан да Маржан, білмеймін, менің ойымша 200-ді, өзінің пайдасы үшін көп нәрсеге бел болып, көп нәрсені бұзып жібереді. Жаным. Ау? Ой, жаным деппін ғой. Үйдегі ініме айтып үйрен қалып, мәдет болып қалған ғой. Менің ойымша жоқ. Себебі Маржан, мен жаңа айтып кеткенде, енді 200-ді өзінің пайдасы үшін көп адамға зиян тигізеді. Ал мен өз басым олай жасамас едім деп ойлаймын. Жалпы басынан-ақ басқа қызға тұрмысқа үйленгелі тұрған жігітке жабыспас едім. Әр адамның өзінің ойы, өзінің санасы бар, әр адамның өзінің шешімі бар. Мен оған қарсы ештеңе дей алмаймын. Жалпы өз басым қарсымын да, қарсы емеспін деп айта алмаймын. Орташа. Әр адам өзі біледі. Бұл менің алғашқы отрицательный дейді, жаман кейіпкерімнің бірі алғашқы. Оған дейін мен үнемі жақсы қыздарды ойнайтын положительный героиняларды. Стоп, ей, стоп! Күнделікті барлығы қайталанып отырды, бір ерекшелеп айтатын оқиға болған жоқ. Біздің сериалды көріңіздер, міндетті түрде сіздерден ыстық лебіз күтеміз, сіздер үшін тырыстық. Біздің сериал сіздердің ойларыңыздан шығады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.